Қолына дипломын алған әр жас маманды жұмысқа орналасу мәселесі толғандырады. Қазіргі уақытта облыс орталығында 800 азамат ресми түрде жұмыссыз жүр. Әрине, өнеркәсіптік өлкеде жұмыссыздық деңгейі төмен болуы тиіс. Бұл көрсеткішті төмендету үшін ай сайын бос орында жәрмеңкесі ұйымдастырылады. Қазіргі уақытта еңбек етем деген адамға екі қолға бір күрек бар. Ең бастысы жұмыс таңдамай білек сыбана кірісу керек дейді мамандар. Бүгінгі өткен бос орындар жәрмеңкесіне студенттер және оқу орындарын аяқтап жұмыс іздеп жүрген жастар қатысты. Мен мұнда жұмыс іздеп келіп отырмын. Өзім теміржол саласында оқып отырмын. Биыл соңғы курс болам. Бұнда жұмысқа тұру үшін қызығушылығым болды. Осында көптеген жұмыс орындарына немене вакансиялар болып отыр. Сол үшін осында келдім. Бүгінгі жәрмеңкеде 40 мекеме жұмыс ұсынып отыр. Барлығы 300 вакансия бар. Мысалы, осы тек қана жекеменшік кәсіпорындар емес, мемлекеттік қызмет орталықтарда қатысып отыр. Себебі бізде жастар тәжірибесі бойынша өтінім берген мекемелер көп. Бүгінгі негізгі уклон көбінде осы жастарға арналған болатынды. Және де біздегі қаламыздың ірі осы оқыту орындарының биылғы жылғы жұмысқа орналаспаған жастардың тізімі бізге алдын ала берген. Сол түлектерді шақырдық. Осы жастар тәжірибесіне не болмаса тұрақты жұмысқа орналастыруға шақырдық. Жалпы жұмыспен қамту орталығына жыл басынан 7227 адам жұмыс іздеп келді. 1303 азамат тұрақты жұмысқа орналасты. Ал қалған тұрғындар жастар тәжірибесі, қоғамдық әлеуметтік жұмыстарға тартылды. Әйгерім Тоқпанқызы, Алексей Михедов, Ертіс ақпарат.